Дәуіт пен Қайылғаш. Қайылғаш балапандайына азық жете қалғанда азыққа кетеді. Одан кейін жылан оның ұясына оймелеп келе жатқанда, оны көрген Қайылғаш шой деп көкекке барады. Көкек айтады: менің уақытымды алма, мені қонаққа шақыр батыр дейді. Одан кейін ол құсқа барады. Құс айтады: менің уақытымды алма, мен үйленейін деп жатырмын дейді. Одан кейін Дәуітке барады. Дәуіт көреді. Дәуіт айтады: не болды достым дейді. Менің балапандайымды жылан жемекші дейді. Онда мені тезірек апар дейді. Тезірек апарады. Одан кейін көзін ашып жұмғанша жетеді. Одан кейін оның жыланның Дәуіт көзін ағыз жібереді. Одан кейін екеуі бір ұяда ұйықтамақшы. Болды ма?